Саламатсыздар құрметті көрермендер. 6 сынып математика коэффициент ұқсас қосылғыштар, ұқсас қосылғыштарды біріктіру. Burada коэффициент дегеніміз әріптің алдында тұрған санды коэффициент дейміз. Ұқсас қосылғыштар дегеніміз әріптері бірдей сандарды ұқсас қосылғыштар дейміз. Біріктіру үшін әріптері бірдей сандарды бір-біріне қосу және азайту болып саналады. Енді есеп шығарысқа кірісейік. 730 есепте өрнектің коэффициентін атаңдар дейді. Коэффициент дегеніміз жаңағыда айтқанымда әріптің алдында тұрған сан, яғни 5, екінші есепте минус 7, 3-те минус 18 оннан 9, 4-те 11-ден 7, 5-те 1, 6-да минус 1, 7-те минус 0,2, 8-де 0,119. Келесі 731 есепте өрнектің коэффициентін табыңдар. 731-де өрнектің коэффициентін табу үшін минус 20 көбейтілген 2, бұл жерде минус 40. Екінші есепте 2,5 көбейтілген минус 3 тең. Коэффициентіміз минус 7,5. Үшіншіде минус 3-тен 2 көбейтілген минус 6 с. Бұл жерде коэффициентіміз 6 мен 3 қысқарады. 6-да 2 қалады, 2, 2, 4, 2 минусымыз плюс болып кетеді. Сонда коэффициентіміз плюс 4-ке тең болады. Төртінші есепте 1,6 көбейтілген минус 4х тең 1,6-ны 4-ке көбейтеміз. 0,4 минус 0,4 шығады. Келесі 5-ші есепте минус 7-тен 3 көбейтілген минус 49 тең 7 мен 49 қысқарады. 7, 7, 49. 7 қалады. 7 мен 3-те көбейтсең 21. 2 минусымыз көбейтілгенде плюс болады. Сонда жауабы 21. Өрнектік ықшамдаңдар деді 732 мен 34 есептердің арасындағы. Екінші есепте өрнектерді ықшамдау үшін ортақ көбейткішті жақшаның сыртынан шығарамыз. Жақшаның сыртынан шығарып, қалғандарын жақшаның ішіне аламыз. 733 дәл сондай. Көбейткіштерді жақшаның сыртынан шығарамыз. Бірінші есепте 4-ті пана жақшаның сыртынан шығарып жібереміз. 0,124-ті 4-ке бөлетін болсақ, 0,106 қалады. Солай жақшаның сыртына шығарып жіберсек те болады. 9,76-ны 4-ке бөлсеңіз 2,44 шығады. 16-ны 4-ке бөлсеңіз 4 шығады. Дәл осылай келесі есептерді солай шығарамыз. Егер ортақ көбейткіштерді, коэффициенттерде ортақ көбейткіш болмаса, коэффициенттерді бөлек жақшаның ішіне аламыз да, айнымалыны жақшаның сыртына шығаруға болады. 734 есепте ұқсас көбейткіштер жақшаның сыртына шығарып, қалған сандарды жақшаның ішіне аламыз. Ұқсас қосылғыштарды біріктіріңдер дейді. Ұқсас қосылғыштарды біріктіргенде 735 есеп пен 736 есепте дайын. Есептерде ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз. Бұл жерде 80А мен 19А ұқсас. 80Адан 19Аны қосамыз. Минус 90. 80Аға 19 қосақ 99А минус 90 болады. Екінші есепте минус 101А плюс 17А минус 42. Минус 101А плюс 17А ұқсас қосылғыш болып тұр. Бұл жерде минус 101 плюс 17-міз азайтылып кетеді. Үлкен санның таңбасы қойылады. 101-ден 17-ні алсақ 84 шығады. Үлкен санымыз бұл жерде 101. 101-дің алдында минус таңбасы қойылады. Яғни минус 84 болады. Минус 42 өзі жазылады. Келесі үшінші есепте де минус 4,9 плюс 3,7 1 минус 1 плюс азайтылады. Үлкен санымыз 4,9, кіші санымыз 3,7.
азайтылады. 1,12 қалады. Үлкен санның таңбасы минус болғандықтан 1,12-дің алдына минус санын қоямыз. Минус 18,4. Төртінші есепте ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз. 20,1 мен минус 40,1 ұқсас. Үлкен саннан кіші сан алынады. Үлкен санымыз 40,1, кіші санымыз 20,11. 19,9 қалады. Үлкен санымыз 40,1 болғандықтан оның алдындағы минус таңбасы қойылады. Плюс 13. Келесі есебімізді 736 есепте дәл осылай шығарамыз. Бұл жерде минус 11 плюс 5,3 z, минус 6,1 z плюс 19. Минус 11 плюс 19 ұқсас, 5,3 z пен 6,1 z ұқсас. Минус 11 плюс 19-ымыз 8 шығады. 5,3 z азайту 6,1 z. 6,1-ден 5,3 аламыз. 0,8 шығады. Үлкен санымыз 6,1 болғандықтан оның алдында минус таңбасы минус 0,8 z-дің алдына түседі. Бұл есепті түсінікті шығар деп ойлаймын. Келесі бізде үшінші есеп 90,71 с минус 70 с. Бұл жерде аралас санды 90,71-ді бұрыс бөлшекке келтіріп алып азайтсақ болады. Ұқсас қосылғыштарды біріктіріп мәнін табамыз. Төртінші есепке мұқият қарасаңыздар, бұл жерде де аралас сандар тұр. Минус 5,94 д плюс 4,3 д. Екеуінде бұрыс бөлшекке келтіреміз. Минус 5,94 дымыз минус 9-дан 49 шығады. 4,3 дымыз бұрыс бөлшекке келтірсек 3-тен 13 шығады. Енді 9-ды аламыз. Минус 49 қосылған 39. Бұл жерде де минус плюс болғандықтан азайтылады. Минус 49 плюс 39-ды алсақ 10 шығады. 9-дан 10 шығады. Минус 9-дан 10. Минус 9-дан 10-ымыз бұл деген аралас санға айналдырсақ минус 1,9-дан 1 д шығады. Минус 8,2. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта қалған есептерді шығаратын боламын. Лайк басып тіркеліп қойыңыздар.